Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермен. Бұл видеоны соңына дейін көруге кеңес берем. Бесіктен белі шықпаған қызын орамалмен тұмшалап, баланың балалығын ұрлаған, өздері уланып адасып жүрген бауырларымыздың көзқарасы өзгерер, оянар деген оймен салып отырмын. Мүмкіндігінше таратып жіберіңіздерші. Бір бүлдіршінің болса да емін еркін ойнауына септігіңіз тиер. Сәбидің бәрі бақытты болу үшін жаралған ғой. Осыдан 7-8 жыл бұрын Англияда тұрып оқыдым. 3 жылдай. Сол кезде отбасылы болғандықтан және Англияда жалғыз өзім отбасымсыз тұрғандықтан отбасымен тұрып жатқандармен араластым. Сондай бір отбасылы бір курста оқитын араб келіншекпен қатты араласып кеттім. Ол мені үйіне шақырып тұратын. Отбасымен демалысқа барғанда мені де шақыратын. Бірде мен одан: "Осы сіздерде біз мұсылманбыз, бірақ арамыз жер мен көктей. Мен намаз оқымайтын, 5 парыздың барлығысын орындамаймын. Сіздерге осы біртүрлі болып көрінетін шығар?" деп сұрадым. Сонда ол маған былай деді: "Сіздердің имандарыңыз мына 5 парызды ұстанып отырған бізден берік. Сіздерде ол ғасырлар бойы қандарыңызда бар иман деп ойлаймын. Сіздер кең Қазақстанның әр түкпірінен жиналып, ол қыздарыңыз бір үйде тұра бересіздер. Ал тұмшалану сіздерге тіпті керек емес. Онсыз да араларыңыз таза. Бізде олай жүре алмаймыз. Ерлеріміздің иманы Қазақстанның жігіттерінің иманында емес." Бір үйде араптың ерлері мен әйелдері бірге тұрмапты да адамдарша деп жауап берді: "Сіздер аманатқа өте берік, істеріңе өте адалсыздар. Қыз балалар тұрмыста өте пысық екен" деп те айтқаны бар еді. "Біз қай бір жетіскенімізден оранып, бүркеніп, тұмшаланамыз дейсің" деп бір кейгені бар еді. Сол уақыттан бері арабтарымды жек көрем. Әйел затын қазақ халқы сияқты сыйламаған үшін, тарихта қыз деп шақалақ кезінде тірідей көміп тастағаны үшін, тағдырын тәлкек етіп, қатын үстіне өрімдей қылып, әкемнен 10 жас үлкен еркекке берген үшін жек көрем деп жылайтын. Сендер қыз жат жұрттық деп төрге отырғызып сыйлайсыңдар. Сен Найманның келінімін деп, Найман қыздарды қайынсіңілім деп алдыңа жіберіп, төрге отырғызып шай құясың. Қандай керемет. Мен осы сыйластықтарыңды жүрегіме салып алып кетемін деп біз елге оралған кезде жылап қалған еді. Имандарыңды оранып дәлелдеп керек емес екен деген. Бойларыңдағы бар иманды білім, ғылыммен ұштастырыңдар деп қала берді.